Құрметті ағайындар, Алматы қаласында бүгін 16 ақпан елім жерім деген бір топ белсенділер ашық өзінің пікірін айтуға шыққан еді. Алайда құқық қорғау комитеті бар, басқасы бар, бізді автозакпен басқармаға алып бара жатыр. Ары қарай сіздерді өтінеміз. Егер айтпай жатыр, егер бізге бір нәрсе болса, демек бізге күш қолданып жатыр ағайын. Бұл үндеу қазақ халқына ағайын. Қазақ елі қарыңыздар, құқығыңызды халықты қорғаңыздар. Білесіздер бұлардың қандай жұмыс жасайтынын. Телевизорда қалай ашады камерасын, 38 басыңыздар, лайк басыңыздар, 38 лайк басыңыздар. Камераны ашып көрдіңіздер ма? Өзіңді бағала, камераңызды ашыңыз. Құқын бұзатынын көрдіңіздер ма? 32 басыңыздар. Өзіңді бағала, камераңды шағылшы. Жайласыншы. Ағайын, бізге бір нәрсе болса, бізді қамап әкетіп бар. Міне көріп отырсыздар. Сол жақтан көрдіңіздер бізі. Шынында қайдасыздар ал енді? Өңкей сатқан шеберлер қайдасыңдар? Қайдасыздар ал енді, осылай ма сіздердің? Бәрі әшейін тиктокта батыр. Ондай сөз айтпаңдар. Ағайындар, сіз әрқайсымыз өзіміз үшін шықтық. Өзіміз үшін шықтық. Сабыр қылыңдар. Полиция біз аз болғасын осындай әрекет жасап отыр. Не көрдіңіздер ма? Конечно, қолданамыз. Осы ма? Осы ма халқым? 901 мың адам қарап отырсыздар. Осы ма сіздердікі? Материалдық жағдайын мәселесін шешудің орнына автозаққа тығып, роботыға қолдарын қысып, ұрып алып кетті. Міне Қазақстандағы конституциялық заңдардың жұмыс жасайтыны осылай жасайды. Оны көрсетеміз. Орал қаласы, ешкім жоқ. Сіз Оралдасыз ба? Оралдан да шықтыңыз ба? Шықтым, ешкім жоқ. Айдар аға да жалғыз жүр Семейде. Өскеменде. Қорқақ па, білмеймін. Қорқақ па. Қорқып кеткен едім, білмеймін. Жарайлы шөлім ба, әлде тоқ па, білмеймін. Әңгіме тоқ та емес қой. Өстіп үйреніңіздер, халық үйренсін, көрсін. Үкіметке көрсін бүгін, Менде статья бар ғой, сонда шықтым ба. Видео үндеу жариялай беріңіздер эфирлардан. Бұның бәрі Біріккен ұлттар ұйымына отправить етеміз, жібереміз бұл видеоларды кесіп. Қазақстанда бүгін 16 желтоқсан күні, ақпан күні халық алаңға шықты, наразылық білдірді, автозакқа полиция алып кетті. Себебі бейбіт шеру жасауға үкімет ешқандай үлесін қоспайды. Халықтың аузын жабады, қорқытады, үркітеді, атады. Бұл дәлелді фактілер болады бұл видеолар. Акиматқа барып кетім, адам жоқ, ешкім жоқ. Мен білсем, ол айтқын не? Ертең жейтін тамақ жоқ болғанда шығатын сияқты. Солай сияқты. Неге десең, осы қалай дегендердің бәрі, беткістарлардың бәрі шықты. Алты автозакпен қамап алып кетті. Кімдерді алып кетті ме? Өзіңді бағала. Өзіңді бағалана кетті. Айгүлді, Анарды, Маликті, Албанды, Ақын жігіт Бауыржанды алып кетті. Ақын жігіт Бауыржан қорқпайды, шыға береді. Себебі олар өздерінің конституциялық құқықтарын біледі ғой? Білмеймін, онда Марат ондай сияқты. Соттап жібермесе жақсы мына. Сұм болып. Білмеймін. Қашар қашып бұқабыз олаған жұмсыған екен. Жігіттерге айтпасақ, қашар қашып бұқабыз олағанда шығам екен деймін. Сөйтіп видео жарайламасам білмеймін мынау совсем. Не болып кеткен білмеймін. Енді езіп кеткен ғой бері. Езіп өз алдына 33 жылдардағы сияқты қырылып өле ме білмеймін биылдан соң. Я болмаса ана Северный Корея мен не сияқты Қытай сияқты ез болып кете ме, бағынышты сондай. Жаңағы. Жандарбек аға, өкінудің қажеті жоқ, қайта қуануымыз керек, себебі бұлардың бүгінгі жасаған іс-әрекеті өздеріне қарама-қайшы келіп отыр. Бұлар Біріккен ұлттар ұйымына айына Қазақстанда 8 рет бейбіт шерулер өтеді. Біз ол бейбіт шеруді мирный митинг жасап береміз, айына организовать етіп беріп отырмыз деп үкімет тарапынан есеп беріп отыр. Правозащитниктер бар ғой, Біріккен ұлттар ұйымымен жұмыс жасайтын. Солар сондай есеп беріп отыр ғой.
Соларға бұл қарсы факт, халықтың ешқандай құқығы қорғалып жатқан жоқ, митингтер өткізіліп жатқан жоқ, митинг өткізгісі, наразылық шеру жасағысы келген бір адам болса да, екі адам болса да, 10 адам болса да, қыспақ көріп, полицейлер оларды ұрып алып кеткені видео бар, аудиозапистер бар, ұрып алып кетті жаңа ақын баланы. Ол осы видео сақталынып жатыр, Гүлзада. Бейбіт шеруге шығуға, жақсы өмір сүруге, талап етуге, ол құқықтарыңыз, конституциялық құқықтарыңыз, шыға беріңіздер. Аппарат 2 сағат, 3 сағат тергейді. Иә, мен материалдық жағдайым төмен, материалдық жағдайымды жасап бер, басыма баспана бер, 8 соттық жер бер, айлығымызды көбейтіңіздер, продуктыны арзандатыңыздар. Коммунальный январь айына 1,5 есе келді. Оны төлеп отырсыздар. Например, менің өзім 17-18 төлеп отқаным, бұлайда 35 мың теңге төледім коммунальныйға. Например, 68 квадрат метрлік үйге. Әр қазақтың қалтасына ауыртпашылық түсіп отыр ғой. Сол себептен айтыңыздар, коммунальный көтерілді ма, продукты көтерілді ма, значит, айлық жалақымызды көтеріңіздер. Оған сіздер құқылысыздар ғой. Сіздер өмір сүрулеріңіз керек қой.